Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін күріш басатын боламыз, жылқының етінен, яғни плов басатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қалай етті қып-қызыл қылып қуырып, күріштеріміз шашылып пісетін жолдарын көрсететін боламын. Жылқының қасын, жаясын, кішігірім сүйектерін, яғни бір-бір асым ет қылып, морозилкаға бөліп салып қойған болатымын. Осы еттерді алып, жібітпейтін боламын, бірден қазанға салып пісіре беретін боламын. Газымызды жағамыз, жарты кесе су қоямыз. Біздің етіміздің мұзы тез еру үшін газымыздың астын көтергілейміз. Сол кезде біздің мұзымыз тез еріп, суы шығатын болады. Еттерімізден осынша көлемінде су шығады. Газымыздың астын баяу қойып, бір температурада 1 сағат етімізді баяу отта пісіреміз. 1 сағат 15 минутта өзінің суында етіміз баяу отта пісті, толықтай пісті десем де болады етім, себебі 1 сағатта жылқының жас малы болса, 1 жасар жас малы болса, онда толықтай пісетін болады ет. Егер де сіздердің жылқыларыңыз үлкен болса, онда 1,5-2 сағатқа кішігірім су құйып, баяу отта қойып қоюларыңыз керек, толықтай еттеріңіз пісу үшін. Қазанның түбіндегі еттің майы. Міне мен сәбіздерімді турап алдым, пиязымды турап алдым. Описанияға қаншалықты сәбіз, қаншалықты пияз қосқанымды жазып кететін боламын. Етіміздің барлығын бір жерге үйіп қойдым. Егер де сіздердің еттеріңіз көп мөлшерде болса, сіздерге араластыру ыңғайсыз болса, онда еттеріңізді алып қойсаңыздар болады. Пиязымыздың үстіне кішігірім ғана тұз саламыз. Көп мөлшерде салмаңыздар, етіміз тұзды болғандықтан палауларыңыз өте тұзды болып кетеді. Жақсылап қуырып аламыз. Егер сіздерге ыңғайсыз болса, тағы айтып кетемін, еттерді алып тастасаңыздар болады. Біздің отымыз баяу отта тұр. Егер де қатты отта тұрса, біздің етіміздің асты күйіп кететін болады. Сол себептен баяу отта тұр. Мен жақсылап пиязымды қуырып алдым. 5-6 минутта пиязымыз қуырылады. Толықтай енді сәбізімді салатын боламын. Сәбізімді салғаннан кейін бірден жақсылап араластырып аламын. Майымен, пиязымен қоса бір-ақ рет араластыратын боламын сәбізімді. Себебі сәбізді көп араластыра берсе езіліп кетеді. Өздеріңіз білесіздер, сәбіз біздің күрішпен бірге пісетін болады. Егер де бірінші сәбізді қуырып пісіріп, содан кейін күріш салсаңыздар, сіздердің араластырған кезде сәбіздеріңіз езіліп кететін болады. Сол себептен жақсылап араластырып аламыз. Кішігірім тұз салсаңыздар да болады. Мен тұз салмадым сәбізіміздің үстіне. Сәбізімізді жақсылап араластырып болғаннан кейін енді бірден күрішімізді жуамыз. Егер де сіздер еттеріңізді алып қойған болсаңыздар, қайтадан күріштің үстіне салып қойыңыздар. Еттеріңіз одан арман жұмсарып, жақсы пісу үшін ет тағы да кем дегенде 45 минуттай отта тұру керек. Күрішімізді салып болғаннан кейін ағын суда 3-4 рет қайтала жақсылап мұздай суда жуымыз керек. Мұздай суда жақсылап жуып аламын. Жуып алғаннан кейін су құйып, күрішім үстіне қойып қоймаймын. Бірден күрішімді сәбізімнің үстіне салатын боламын. Егер де суда көп тұрып қалса, біздің күрішіміз езіліп кетеді. Сол себептен мен суға салып қоймайтын боламын. Күрішімізді салып, 1 кесе мұздай су құямыз. 1 кеседен артық су құйып жүрмеңіздер. Су көп болса, біздің күрішіміз езіліп кететін болады. Су құйғаннан кейін газымыздың отын жоғарыға қойып, суымызды қайнатамыз. Суымыз қайнағаннан кейін қасықтарыңыздың немесе лопаткаларыңыздың көмегімен біз күріштеріміздің ортасын тесетін боламыз. Видео барысында көрсетіліп тұр. Бұл біз суымыз толықтай тартылуына көмектеседі. Яғни көріп отырасыздар, күріштеріңіздің ортасына су қалып қалмайтын болады. Осылай тесіп қойсаңыздар, суы тартыла бастады деген кезде күрішімізді ортаға қарай жинай бастаймыз. Толықтай күрішімізді ортаға қарай жинап, біздің газымыздың астын өте жай отқа қойып, бетін фольгамен жауып қоямыз. Мен негізінде бұрында кәдімгі одноразовый пакеттермен жауып қоятынмын. Ол зиян дегеннен кейін қазір фольгамен жауып қоямын. Ол міндетті.
фольгамен жауып қойсаңыздар буын барлығын ұстап тұратын болады. Фольганы жапқаннан кейін баяу отта 30-35 минутқа күрішімізді қойып қоямыз. Мен 35 минуттан кейін ашып отырмын. Менің күрішім беті ғана кішкене ғана піспей қалған, ал астыңғы жақтары күріштің толықтай піскен. Қазір етімді алатын боламын. Етімді алып, қайтадан күріштерімді жақсылап араластырып, бір 15 минутқа тағы да қойып қоятын боламын. Міне қыздар, жасмал болғаннан кейін 1,5 сағатта, 1,40 минуттай пісті ғой, толықтай езіліп тұрып пісті менің етім. Егер де сіздердікі үлкен малдікі болса, 1 жасар емес, 1,5-2 жасар болса, жылқыларыңыз онда кішкене ұзақтау пісіріңіздер. Қатты ыстық болғаннан кейін қолынан түсіп қалып жатыр. Сүйегімен қоса езіліп тұрып піседі, ол жағынан уайымдамаңыздар. Егер де видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, сіздерге видео ұнаса, менің жасаған тағамдарым ұнаса, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.